Барлықтарыңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздердің назарларыңызға осындай қазақи этно-стильдегі сырғаның қалай жасалатын жолын көрсететін боламын. Ол үшін каналыма қолдау білдіріп, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайтын боламыз. Ең алдымен өзіме ұнаған осындай екі дайын сырғаның фурнитурасын алдым. Және осы фурнитураның астыңғы жағына бекітілетін тағы да дайын фурнитураларымызды аламыз. Мінекей осындай ілгіштерімен міндетті түрде аласыздар. Бұндай өнімдерді қол өнерімен айналысатын фурнитуралар сататын жерде тапсаңыздар болады. Және сырғамызды міндетті түрде бекітетін бізге соединительдер керек. Бұл осындай соединительдер. Және бұл соединительдерсіз сырғамыз жалғанбайды. Сондықтан міндетті түрде аламыз. Келесі бізге сырғамызды жасау үшін осындай екі дайын швензі алатын боламыз. Мінекей осындай. Келесі бізге керек өнім осындай екі қысқыштарыңыз болса керемет болады. Ендеше біз сырғамызды дайындауға көшейміз. Ендеше осы екі фурнитурамызды аламыз. Қазір сіздерге қандай болатынын көрсетейін. Мінекей осылай қойып, визуалды түрде көрсетейін. Екі шетіне осындай бірдей фурнитураны қоямыз. Және ортасына ерекше болу үшін бөлек басқаша узордағы фурнитураны қойдық. Сонда мінекей әдемі болады. Екіншісінде дәл солай қойып аламыз. Келесі соединительдеріміз. Бұл соединительдердің барлығы осылай бекітіліп жабық тұрады. Соны мен алдын ала ашып аламын. Мен сияқты қолмен ашсаңыздар болады, немесе осы плоскобутсамен ашсаңыздар болады. Өзіме осылай алдын ала дайындап алған ұнайды. Өйткені маған солай ыңғайлы. Бірақ әркім өзіне ұнағанын және ыңғайлысын жасайды. Сондықтан өзіңізге ыңғайлысын жасаңыз. Әрі қарай енді оңай болады. Қараңыздар, бұл сырғаны жасау жолы өте оңай, тіпті оқушылардың өзі жасап алады. Осылай соединительді іліп, дайын фурнитурамызды тек қана іліп шығамыз. Мінекей осылай видеодағы көрсеткендей іліп алыңыздар. Және осындай қысқышпен соединительді бекітіп қысып жіберетін боламыз. Мінекей осылай видеода көрсеткендегідей жасасаңыз болады. Көрдіңіздер ме? Өте оңай. Барлығын осы ретпен іліп шығамыз. Қараңыздар достар, мінекей біз сырғамызды барлығын соединительмен жинап алдық. Визуалды түрде біздің сырғамыз дайын. Ендігі тек қалғаны енді швензаларды іліп шығу. Дәл сол бағытта соединительді аламыз. Соединительді алып ілеміз. Мінекей ілгішке іліп аламыз. Және оны бекітеміз. Соңғы моменттер ендігі тағы осындай соединительді алып ілеміз және осыған швензіні іле қоямыз. Мінекей осындай швензіні қараңыз, сырғаны ілетін жеріне мұқият қарап іліп жіберіңіз.
Өйткені кейде асығыстықпен ілсеңіз, сырғасы артқа қарап қалатын болады. Сондықтан осы моментті дұрыстап қарап алыңыз. Қараңыздар достар, біздің қазақи этностильдегі сырғамыз дайын болды. Достар, қараңыздаршы, бізде қандай әдемі сырғалар пайда болды. Осындай сырғалардың нарықтағы бағасы 1200 теңгеден басталады екен. Және Қазақстанның әр өңірінде әртүрлі баға екен. Оның ішінде 1200 және 1500 теңгенің аралығында. Сіз де осындай бұйымдар жасау арқылы таза табыс табуыңызға да болады. Фурнитуралардың бағасы ондай қатты қымбат емес. Сондықтан да менің видеоларымды тағы да жіберіп алмаңыздар. Мен сіздерге өте пайдалы контенттер дайындайтын боламын. Каналыма сіздерден сұрарым тек қана қолдау білдіріп, лайк, коммент басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Ал достар, сіздерге қысқаша құлақта қалай тұратынын көрсетейін. Сырғалардың ерекшелігі өте жеңіл, фурнитуралар ауыр емес. Мен өзіме осындай фурнитура таңдадым. Өте жеңіл, құлақта бар жоғы білінбейді және сізге керемет образ сыйлайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, біз осымен қоштаспаймыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.